Жай жылу сезген кезде қоя саласың болды. Иықты кішкене алдыға жіберуге болады. Жай оны гравитациямен бүйтіп жібере салуға болмайды. Қолдарын өсіргісі келеді бәрі. Негізі қолға объем беретін бицепс емес. Мизинчикті сыртқа қарай. Соны көрсетейін, жай айтқаннан түсінесіздер ме, түсінбейсіздер ме деп. Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен қайтадан YouTube-қа оралып жатырмын. 2 жыл өткеннен кейін арада 2 жыл видео салмаппын. Соны кіріп видеоларымды қарап отырсам, комментариялар оқып отырсам, көбі бицепс тренировкасын сұрап жатыр екен. Қай видеоны түсіремін деп қарап отырсам, көп комментария бицепс сұрап жатқаннан кейін бүгін бицепс тренировкасын көрсетейін деп шештім. Сондықтан бүгін қазір Нұрлан досым екеуміз бицепс көрсетеміз, тренировканы түсіреміз, көрсетеміз, техникасын бәрін көрсетеміз, аяғына дейін көріңіздер. Енді бірінші упражнение штангымен бицепс жасаймыз. Мынау пока разминка, жай пустой гриф. Техникасын айтып өтейінші сразу, пока вес жеңіл кезде. Қолда ұстаған кезде иықтың направлениесі былай узкий, былай ұстасаң слишком узкий, былай ұстасаң слишком кем болып кетеді. Өзің иықтың қай жерде тұрса, тура соны астынан ұстау керек, осылай ровно. Содан көтерген кезде бицепсті біреуге көрсеткен сияқты қысасың да, иықты кішкене алдыға шығарасың да, шынтақ былай жанға қарай емес, ішке қарай қысып аласың. Сонда түсірген кезде шынтақ денеңе тіреліп тұрады, артқа қарай былай кетіп қалмау керек. Алдыға қарай ұстап тұрасың өстіп. Көтересің, қысасың. Мынау разминка ғой, пока жеңіл вес, кішкене қысып қыздырып алайық. Қыздырғанда бицепс забивать етпейсің, қатты ашытып. Просто жай жылу сезген кезде қоя саласың болды. Разминка деген сол. Міне шынтақты былай артқа қарай кетіп қалмайды, алдыға шығарасыз. Қысасың. Ақырын түсірген кезде артқа қарай кетпеу керек. Өзің денене қысып шынтақты ұстап тұрасың. Иықты кішкене алдыға жіберуге болады. Чтоб шынтақ артқа кетіп қалмау үшін. Ыңғайлы болады сонда. Менде әлі разминка. Мен негізі 3 подходпен келем. Бірінші пустой, одан кейін орташа вес, но әлі рабочий емес. Сосын үшіншіге келген кезде уже менде бірінші подход болып санады екен. Рабочий, ауыр вес салып, үшіншіге кеттік. Мұнда тағы да әлі разминка болғаннан қатты ашытпаймыз. Жай қыздырғанша. Сосын түсірген кезде қысасында бицепс напряженно ұстап тұрып, асықпай түсіру керек. Жай оны гравитациямен бүйтіп жібере салуға болмайды. Астыға түсіргеннен де толық алу керек қой. Давай до конца. Асекеңнің разминочный весі бізде потолок. Уже біраз техника бұзыла бастады. Закидывай спиной. Кішкене көмектесуге болады. Читинг. Хорошо. Жома. 2-де 5 нормально. Все. Бірінші подход басталды. Рабочий. Мощный болу керек. Come on, man. Он екі болды. Тағы кішкене қосуға болады. 2,5-нан қосайық. Мекін шешеміз ба, братан, мен мына істей алмаймын ғой. Саған аны шешіп, 2,5 қойсаң. 2,5 жетеді маған, брат. Сол 2,5 үстіне мен 15 қойсам потом. Давай. Давай, мощно. Напрягайся. Қолын шынтағыңды артқа жібермей қатты. О, осылай өзіне прижми денеңе. Асықпай. Түсірген кезде асықпай. Пока күшің барда асықпай жібер. Потом уже шаршай бастағанда читинг қосуға болады. Например, 12 рет істеу керек болса, 12-дің бәрін качественно істеу не обязательно. Бір 5 рет, 6 рет, 7 рет качественно істесін, одан кейін денемен көмектесу керек. Брат. Четко. Добивать етті до конца. Кеттік екінші подход. Come on, man. Come on, baby. Сондай да.
Мынау қолға объем беретін, негізі елдің бәрі бицепс сұрап жатыр ғой. Түсінемін неге бицепс сұрап жатқан. Өйткені бәріне қолдарын өсіргісі келеді бәрі. Негізі қолға объем беретін бицепс емес, бицепс бір 30% береді, қалған 70% трицепс. Объем трицепстің бицепстен қарағанда үлкен. Сондықтан негізі қолдарыңызды өсіргіңіздеріңіз келсе, бицепс емес, бицепс тоже керек. Но основной акцент трицепста болу керек. Сондықтан келесі тренировка трицепс көрсетеміз, наверное. Лайк басып, подписываться етпей көріп отырғанда подписываться етіп отырыңыздар. Лайк басып, соң комментарияға тағы қандай сұрақтарыңыз бар, техника туралы, тағы қай жерді көрсету керек бәрін, ойларыңызда болған сұрақтан бәрін қоя беріңіздер. Соң келесі видеоларда соған ответ береміз. Ехала. Так, соңғы подход. Подходтың қарасасы қалай өзі? Соңғы подход деп қой. Соңғы тиын жүгі ауыр. Үш подход істейміз. Үш упражнение, үш подходтан общий 9 подход болады. Если качественно каждый подходты до отказа істесең, үш подходта жатады. Елдер там 4-5 упражнение жасап жатады, 4 подходтан. Ол көп слишком. Үш подход, осылай ауыр веспен до отказа каждый подход істесеңіздер, былай жетеді. Так, ребят, мына жерде бізде сұрақ болып отыр. Подходтың қазақшасы қалай деп жатыр? Иә, бір-біріміз ешкім таба алмай жатыр. Если комментарияда айтып жіберіңіздер, кім біледі өздеріңіз варианттарыңыз. Қазір екінші упражнение бицепспен орында тұрып по очереди. Мен анда разминка істеп алдық қой, бицепс уже қызып тұр. Разминка уже қажет емес. Сразу Рабочий вес. рабочий вес алғанда бірінші подход бастай беремін. Енді рабочий весімді тауып алу керек. Рабочий вес бұл залда жоқ қойды. Қолыма орап қойшы. Лямкамды ал кейін тұрады. Мынау лямканы орап істемесеңіздер, штангымен алады, гантельмен істегенде. Мына мышца бірінші шаршап қалады бицепстен қарағанда. Бицепс одан сильнее. Бірінші шаршап қалады, бицепс әлі может тағы да істеуге. Мына жер ұстамай қалады уже аяғында. Тем более ауыр веспен істегенде ұзақ істейсің ғой. Сондықтан гантельге лямка керек. Есі жоқ менен сатылдырды істе. Түсіргенде осылай асықпай. Түсіргенге акцент ұстап тұрып түсіресіздер бицепспен. Көрдіңіздер ғой. Көтергенде сыртқа қарай қайырасыздар. Сыртқа қарай мизинчик, кішкентай саусақты сыртқа қарай көтересің. Басында осылай түсіргенде көтересің, бицепспен қысып. Түсіргенде под контролем, напряженно ұстап тұрып. Бұл шығыпты. Содан уже аяқ жағында ұстап тұру қиын болып бара жатқанда қалай істей аласыздар, солай істеп добивать ету керек. Дұрыс істелмей жатыр деп кейбіреуді сайсалады, сайсауға болмайды. До конца добивайте. Все, екінші подход. Жаңа айттым ғой, ана мизинчикті сыртқа қарай. Соны көрсетейін, жай айтқаннан түсінесіздер ме, түсінбейсіздер ме де. Бұлай, например, жай көтерген кезде бицепс түсір. Бұлай көтерген кезде мына бицепс осылай қалады. А если мына мизинчикті сыртқа қарай бұрсаңыздар, көрдің бе? Мына жағы жиналады былай. Сыртқа қарай бұрғанда. Именно вот это разворот. Сол керек бұнда. Брюс Ли бұрын былай бицепс көрсеткен екен, гантельсіз. Осылай істесең көрдің бе? Мен кітаптан оқығам, кішкентай кезімде. Мына упражнениеде сол гантельмен көтересің де, и соны бірге қосасың, қысасың былай. Айландырып сыртқа қарай. Сонда максимально қысылады. Басқадай сезесің бицепсті. Сол түсірген кезде де сол напряжение ұстап тұрасың. 25 пен істей берейін, нормально.
көтерілмей барып бұяқта жүресің. Главный түсіргенде ұсталса. Көтерілмей қалғанша көтеру керек қой. Каждый подход. Иықтың тренировкасын көрсеттім, грудтың тренировкасын көрсеттім. Кім көрген жоқ, каналға кіріп көрсеңіздер болады. Вот, уже бицепс өсіп келе жатыр, көрдің ме? Тоқта, алыстан түс, мен де бүйтіп. Әдемі. Асекені көбі бағаламай жүр негізінде, атақта залға келсе Асеке, ой, бұл потолок кинамын. Так, бұрада үшінші подход, е? Подходтың ортасында дем алғанда айтпақшы, жеңіл веспен істесеңіздер 1 минут жетеді. Ал сен сияқты ауыр веспен қиналып істеген кезде 1-2-3 минуттай дем алуға болады. Бірақ қатты суық қалмау керек. Бицепстер өсі ма? Сол бицепстер қызып тұру керек всегда. Көп дем алқасын суық қалады тағы. Скамейка баспа. Үшінші упражнение. Скамейкада отырып. Мен байқасаңыздар, немемен көп істемеймін. Тренажер, изолирующий упражнениялар көп. Бәрі гантель, штанга, базовый упражнениялар ғой. Базовый упражнение солай таңдаймын, көп бәрі мышц, почти бәрі мышцалар басылады. Но бицепске көп упражнение керек жоқ, сондықтан 2 базовый, бір изолирующий таңдай салатын. Надо отырып изолирующий, соның өзінде гантельмен десе. Осылай отырып. Зато мұнда көп денемен көмектеспейсің, уже чисто бицепс. Кішкене вестар салмақ азырақ. 15-пен көрейін бірінші. Кеттік. Оны алға болады екен кішкене. Чуть-чуть қиналға болады екен, чуть-чуть қинал жетіспей қалды. 2 қол бірге. Мұнда да көтерген кезде жаңағы сыртқа қарай кішкене айландырып отырасыз. О, алдынан көрсеткенде көрінеді, е. Ит түсіргенде кішкене созасын, жартылай қалмау. Созасын, иә. Бірақ созған кезде бицепс босатпайсың. Напряженно ұстап тұрасың түсірген кезде до конца. Босата сап жібере соға болмайды. Упражнение басталды. Примерно 20 секунд, 25 секунд упражнение істесең, сол 25 секунд бойы бицепс босамау керек. Напряженно болып тұру керек. Түсіргенде де, көтергенде де. Оның неге олай істеу керек екенін потом бір жеке отырып түсіндірем. Тренировкада емес. Біраз әңгіме ол. Чисто бицепс. Неге олай екен? Иә, чисто бицепс. Артық қозғалмайды екенсің. Аяғында жақсы забивать еткенге. Четко. Қой, мен 17 килограмм. 17 жоқ екен. 20 алуға тура келді. Жарайды, қиналсақ до конца қиналайық. Кішкене ауырлау екен. 8 рет. Ау? Ар жақтарға жоқ па ұрған, 10 жет? Жоқ, нормально. Нормально? Зато чувствую. Да?
Кішкене читинг можно. Денені все равно қосып жібересің. Осымен істей беремін нормально. Все, бүгінгі соңғы подход. Үшінші упражнение, үшінші подход. Сегіз. 10 жасайын ба деп едім. 8 болды. Нормально. Все, міне 9 подход болды. Сонымен бүгінгі тренировка бітті. Бицепстік. Енді бағана айтқандай келесі тренировка трицепс. Келесі видео трицепске түсіреміз. Техникасын қалай істелу керек, қанша упражнение, қанша подход бәрін. Сондықтан жазылып, ана колокольчик, қазақша қалай айтады оны? Қоңырау, алғашқы қоңырау. Қоңырауды басып қойыңыздар сол трицепсті өткізіп алмас үшін. Давайте.